Достар, бүгін біз сіздермен жылқы өнімдері жайлы сөйлесетін боламыз. Жылқы өнімі қымыз. Ол негізінде өтелі пайдалы қасиеттері көп сусын. Қымыздың пайдалық қасиеттері ол адамның толықтай иммунитетін жақсартуға көмектеседі. Сонымен қатар ол язва, гастритті емдейді. Оны тубдиспансерлерде туберкулезден емдеу кезінде көмектесуші күш ретінде қолданады. Өздеріңіз білесіздер, кеңес үкіметі кезінде туберкулез ауруы өте қатерлі ауру және өлімге апаратын емі жоқ деп саналатын еді. Сұлтанмахмұт Торайғыров сол туберкулезден қайтқан. Қаныш Имантайұлы Сәтбаев туберкулезбен ауырған кезінде оны әкесі ауылға шақыртып алады екен. Сосын күнде таңертең қымыз құйылған құмыраны ішіне бір түйір қазы салып, таңертең жылқыға кеткен жылқышыларға ер тоқымдарына байлап қояды екен. Яғни жылқышылар жылқыдан кешке келгенде ол тостақанды алып, ішіндегі қымызды Қаныш Имантайұлы Сәтбаевқа ішкізіп отырған екен. Нәтижесінде Қаныш Сәтбаев туберкулез ауруынан толықтай емделіп шықты. Оның туберкулездің ізі де қалмаған. Кеңес үкіметінің дәрігерлері оған аң-таң болған екен. Яғни сондай таза қымыздың пайдалық қасиеті өте көп. Ал мысалы араластырылған бадяжный дейді ғой, сол қымыздарды алатын болсақ, ол енді емдік қасиетін жоғалтқан қымыз. Онда тек қымыздың дәмі бар, напиток, сусын, лимонад десе болады ғой. Сондықтан қолдарыңыздан келгенше таза қымыз ішуге тырысыңыздар.